Табиғат әлемі – бұл күрделі және өзара байланысты тіршілік иелерінің үлкен торы. Жыртқыш аңдар бұл тордың маңызды бөлігі болып табылады. Олар экожүйелердің тепе-теңдігін сақтауда шешуші рөл атқарады. Жыртқыштар, әдетте, басқа жануарлармен қоректенеді. Олардың рационына бұғылар, қояндар, кеміргіштер және басқа да жануарлар кіруі мүмкін. Жыртқыштардың болуы шөпқоректілер популяциясын бақылауда ұстауға көмектеседі. Бұл өсімдіктер әлемінің тепе-теңдігін сақтау үшін маңызды. Жыртқыштар экожүйенің саулығының көрсеткіші болып табылады. Олардың әл-ауқаты жалпы табиғаттың жағдайын көрсетеді. Қасқырлар, кәнидай тұқымдасына жататын сүтқоректілер. Олар әлеуметтік жануарлар және топтасып өмір сүреді. Бұл топтарды үйір деп атайды. Әрбір үйірдің өз аумағы бар. Қасқырлар аумағын басқа үйірлерден қорғайды. Олар бірлесіп аң аулайды. Қасқырлардың негізгі олжасы бұғылар, бөкендер және басқа да тұяқты жануарлар. Қасқырлардың ұлуы бұл олардың бір-бірімен қатынас құралы. Олар алыстан бір-біріне хабарласу үшін ұлиды. Арыстандар, пантера тұқымдасына жататын ірі мысықтар. Олар Африканың саванналарында және Үндістанның гир орманында кездеседі. Арыстандар әлеуметтік жануарлар және мақтаныш деп аталатын топтарда өмір сүреді. Әрбір мақтанышты бір немесе бірнеше ересек еркек арыстан басқарады. Арыстандардың негізгі олжасы зебралар, бұғылар және басқа да ірі тұяқты жануарлар. Арыстандардың ақыруы бірнеше шақырымға дейін естіледі. Олар бұл дыбысты аумағын белгілеу және басқа арыстандарды ескерту үшін пайдаланады. Жолбарыстар, пантера тұқымдасына жататын ірі мысықтар. Олар Азияның әртүрлі бөліктерінде, соның ішінде Үндістанда, Қытайда және Ресейде кездеседі. Жолбарыстар жалғыз жүретін жыртқыштар. Олардың әрқайсысының өз аумағы бар. Жолбарыстар түнде аң аулайды. Жолбарыстардың негізгі олжасы бұғылар, жабайы шошқалар және басқа да тұяқты жануарлар. Жолбарыстардың жолақтары олардың орманды жерлерде жасырынуына көмектеседі. Әрбір жолбарыстың өзіне тән жолақ үлгісі бар. Section 5. Аюлар күш пен қуаттың белгісі. Аюлар Ursidae тұқымдасына жататын сүтқоректілер. Олар әлемнің әртүрлі бөліктерінде, соның ішінде Солтүстік Америкада, Оңтүстік Америкада, Еуропада және Азияда кездеседі. Аюлардың түрлі түрлері бар, соның ішінде ақ аюлар, қоңыр аюлар және қара аюлар. Аюлардың көпшілігі бәрі жейтін жануарлар. Олар жидектермен, жемістермен, жаңғақтармен, балықтармен және ұсақ жануарлармен қоректенеді. Ақ аюлар негізінен ит балықтармен қоректенеді. Аюлардың тырнақтары өте күшті. Олар ин қазу, ағашқа өрмелеу және олжаларын аулау үшін пайдаланады. Section 6. Түлкілер, айлакерлік пен талғампаздықтың символы. Түлкілер, Canidae тұқымдасына жататын кішігірім сүтқоректілер. Олар әлемнің көптеген бөліктерінде кездеседі. Түлкілер бәрі жейтін жануарлар. Олар кеміргіштермен, құстармен, жәндіктермен, жидектермен және жемістермен қоректенеді. Түлкілер өте айлакер жануарлар. Олар тамақ табу үшін әртүрлі әдістерді қолданады. Түлкілердің құйрығы ұзын және жүнді. Олар құйрығын тепе-теңдікті сақтау және жылуды реттеу үшін пайдаланады. Section 7. Қоршаған ортаға әсері, жыртқыштардың рөлі. Жыртқыштар экожүйелердің тепе-теңдігін сақтауда маңызды рөл атқарады. Олар шөпқоректілер популяциясын реттейді, ауру жануарларды жояды және өлекселерді тазартады. Жыртқыштардың болмауы экожүйелерде тепе-теңдіктің бұзылуына әкелуі мүмкін. Мысалы, қасқырлардың жойылуы бұғылар популяциясының күрт өсуіне әкелуі мүмкін. Бұл өсімдіктер әлеміне кері әсерін тигізуі мүмкін. Өйткені бұғылар өсімдіктерді көп мөлшерде жейді. Жыртқыштардың болуы экожүйелердің әртүрлілігін арттырады. Олар әлсіз және ауру жануарларды жою арқылы, күшті және сау жануарлардың тірі қалуына ықпал етеді. Section 8. Адамдармен қарым-қатынас, қауіп пен құрмет. Жыртқыштар адамдар үшін қауіп төндіруі мүмкін. Олар малға шағылуы немесе адамдарға шабуыл жасауы мүмкін. Алайда жыртқыштардың көпшілігі адамдардан аулақ болуға тырысады. Жыртқыштардың шабуылдары сирек кездеседі. Адамдар жыртқыштардың тіршілік ету ортасын бұзуда. Ормандардың кесілуі және урбанизация жыртқыштардың тамақ табуын және баспана табуын қиындатады.
Biz жырткычтармен бейбіт қатар өмір сүруді үйренуіміз керек. Бұл олардың тіршілік ету ортасын қорғауды және олармен қауіпсіз қашықтықты сақтауды білдіреді. Жырткычтардың болуы табиғаттың тепе-теңдігі үшін маңызды екенін есте ұстауымыз керек. Section 9. Қорытынды жырткыш аңдарды қорғау. Жырткыш аңдар табиғат әлемінің маңызды бөлігі. Олар экожүйелердің тепе-теңдігін сақтауда шешуші рөл атқарады. Жырткыштардың болуы шөпқоректілер популяциясын реттейді, ауру жануарларды жояды және өлекселерді тазартады. Біз жырткыштарды қорғауға және олардың тіршілік ету ортасын сақтауға міндеттіміз. Жырткыштардың жойылуы экожүйелерге елеулі зиян келтіруі мүмкін. Жырткыштарды қорғау арқылы біз бүкіл планетамыздың денсаулығын сақтауға көмектесеміз.